бірінші келін жөнге салғысы қызына көрсетіп, қызына үйретіп, қызым саған айтамын, келінім сен тыңда деп абайлап жаңағы асауатты үйреткенде жаңағы қасылап үйреткен дұрыс келінді. Өнекейін келіндердің сол барған жеріне сыйлы, құрметті боламын десе, мынау қазақта ат тергеу деген салт дәстүр бар. Күйеуінің жақын туыстарының бәрін атамастан әдемі ат қою. Сол ат тергеу арқылы келін өзінің ақылдылығын, парасаттылығын, сол елді қалай құрметтейтінін көрсете алады. Мысалы, қайнағалары беделді адам болса, биаға деп. Ағысыны сондай әзілкеш, ақкөңіл болса, ағана, ағабысын деп, жеңеше деп әртүрлі қыздарға еркежан, сұлу қыз, кішкентай қыз деп бір әдемі аттар қойып алады ғой. Сол арқылы бүкіл ауыл келіннің қандай ақыл екенін, қандай текті тәрбие алғанын баға береді. Міне келіннің сол жерде сіңісіп кетудегі осындай іс-әрекеттер жасағаны жөн. Бұны біз өз қыздарымызға да үйретіп отыруымыз керек. Ал енді ең бірінші өзіңді тәртіпке сал, өзіңді ретке, тірі абай бол деген сөзге мынандай бір ел аузында әңгіме бар. Бір ене өте қатал екен, келіні ешқандай ұнатпайды екен. Әрбір ісінен кемшілік таба береді екен. Отырса опақ, тұрса сопақ. Әбден жүкесіне тиіп бітеді. Енесі әбден қажып бітеді. Бірте-бірте келіннің қайтеді, тілі шыға бастайды. Ал ол үйде ешқандай береке жоқ. Ал ене де қайтпайды, келін де қайтпайды. Таң атқаннан бастап ұрыс күйкілжің басталады. Әбден шаршап қажыған келін көзін жасын төгіп, сол келесі ауылда тұратын бір емшіге барыпты. Мен осында енем әбден жүйкемді құртты, маған бір дәрі жасап беріп, сол енем өлсін деп. Емші жарайды, отыр дейді де, жаңағы дем салып, бір құтыға су береді де, міне мен дәрі жасап бердім. Бірақ бірден өліп қалса сенен көреді. Сондықтан бұл жай әсер етеді. Бір 2 ай шыдайсың енді. 2 ай ма 3 ай шыдайсың. Мынау дәріні тамағына шайына қосып бер дейді. Келіні қуанып жаңағы дәріні алып келеді де, байқатпай жаңағы енесіне аз-аздан қосып берді. Ал енесі күндегі әдетін бойынша, я тамағы жақпайды, я келіннің жүрген жүрісі жақпайды, ызыңдап құлақ миын жей береді. Бірақ сөз қайтарайын десе, ойына жаңағы емшінің сөзі есіне түсіп қалады да. Кеп тұрған, лықсып тұрған жаңағы ащы сөздердің бәрін жұтып, енесіне жарайды, сіздікі жөн деп еш қарсы келмейді. Сөйтіп күндер өте береді. Ақыр бұл өледі ғой, осының көңілін табайын деп, келін жаңағы тілін тартып жүреді, сабыр сақтап жүреді. Бірте-бірте енесі, мен бұл байқұсқа неге тиісе беремін? Бұл байқұстың зияны тиіп жатыр. Айтқаныма жүгіріп жүр ғой деп, бара-бара ақырын ашуын азайта бастапты. Келінге тиісуін доғара бастапты. Бір күні келінін шақырып алып, төрде тұратын жаңағы сандықтың қасына отырғызып алып, буыншақ түйіншегін ашып, ішіндегі білезік сақиналарын келінге беріпті. Ертең мен өлсем, мынаның бәрі бекерде әркім бір талап әкетеді. Қой, одан да мынаны сен ал. Сен өзің бала шағаңа бересің, сен өзің пайдаңа жарат депті. Сонда жаңағы келін ешқандай сөз айта алмастан көзінің жас сұрғалап, жаңағы түйіншекті алыпты да бөлмесіне қоя салып, емшіге қарап жүгіріпті ғой. Мен не істеп қойдым? Бар кінә енемде емес екен ғой деп емшіге келіп, мен қателесіппін. Енді мен енемді аман қалатын дәрі істеп бердім. Мен ана дәріні беріп тоқтатайын дейді. Сонда емші келді отырғызып алып, айналайын, мен осындай болатынын білген едім. Міне көрдің бе, мен саған бергенім дәрі емес, әшейін су еді.
яғни ынтымақты татулықта екі жақтан бірдей. Сен тіліңді тартып сабыр сақтадың, міне ене де өзгерді. Енді қорқпа, енең өлмейді. Енді шаңырағың берік болады, мықты болады деген екен. Келін қуана үйіне қайтқан екен.